Қазеге, анау келе жатыр. Не болды сен? Қазеге, мен ұрлаған жоқ ақшаңызды. Бірақ біз жараттық. Дейсен! Сен мына өз-өзіңді естіп тұрсың ба? Не айтып тұрғаныңды? А? Анау, үйде келініңіз өрістен келе жат пакеттегі ақшаны тауып апты. Сосын ешкімге айтпай, Күлпаш екеуі жаратқанда ана ауылдағы кісілерге көмектесіп таратқанда, мақсатқа 100 000 бір тиын біз жаратқан жоқпыз. Дейсен. Мен саған не дедім, а? Не менің 5 миллионды орнына қоясың? Не? Өй, Қазеге қайдағы 5 миллион? Қазеге біз білетін 1 миллион ғой? Қазір не айтсың да маңызды емес ол. Қазеге мен не қылам мен сіздің үйіңізге ұрлыққа шын айтам. Мен өз байлығым өзіме жететін адам. Мен алтын кенін тауып ағам. 3 күн болды тауып ағамызда. Балдар қазір тағы да қазып жатыр. Мен сізге көрсете аламын сол жерде. Дейсен, егер мен айтқаның бәрі рас болатын болса, мен бәрін ұмыттым. Қазеге, бұл тауда алтынның бар екенін сізден жақсы білетін ешкім жоқ. Бұл әлі басы. Құдай білет астында қанша тонна жатқанын. Шын. Нагон айтып жіберіңізші. Нагон осында қалады. Мен алтын тексертуім керек. Кенді көруім керек. Нагон туралы қам жеме. Оның жағдайы 5 болады. Сен Нагон менің бөлмеме апарасың да жақсылап тұрып жайғастырасың, мақұл ма? Барыңдар. Кен қайда? Қотан жардың шығыс жағы. Өзімді сол жерде де ойлап едім. 10 жыл қазба жүргіздім сол жерде. Енді ол кезде піспеген шығар. Мүмкін. Тағы кім біледі? Ешкім білмейді. Мен ақ білем. Самат ақ біледі. Мико ақ біледі. Үшеуміз ақ білеміз. Қазір сол жақта қазып жатыр олар. Ауыздары не бола ма олар? Енді біз простой адамдармыз ғой. Қойсыңдар. Простой. Не керек конкретно айтшы маған? Енді шындап келгенде бұл алтын ауылға ортақ қой. Ауылдың қазынасы ғой бұл. Көрген түсте ұмытып кетерек. Үшеумізге бір жерден берсеңіз. Сізде жер көп қой ауылдың жарты сізге. Қай жерге көзің түсіп жүр сенің, а? Саматтың аузын жаңадан соғылып атқан мойкамен жағыңыз. Миконың аузын магазинмен жағыңыз. Мен аузымда анау Дидардың үйінің жанындағы времянка бар ғой. Сомен жабыңыз. Болды ғой, ешкімнің алтында шаруасы болмайды. Кестік. Бірақ Қазеге, шын айтайын, мен ұрлыққа түскен жоқпын өзге. Қойшы енді. Болды ғой. Сондай бір мылжың болып кеткенсің ба сен? Екеуміз бауырымыз ғой. Мен айттым ғой, бәрін ұмыттым. Екеуміз бір ауылдамыз. Дұрыс па? Бір рудамыз екеуміз. Не болған саған? Бауырым о? Сен де бір. Егер мен алдайтын болсаң, ескертіп қояйын. Мына мойынды бұрап шығу керек. Түсіндің бе? Атла келе!